Bismillah, fe'lдің түрлері деген дәрісімізді жалғастырамыз. Бір муфрад, мусанна ва жама. Муфрад жекеше, мусанна екілік, жама көпше. Исімнің түрлері деген ғой. Ва янқасимул исму айдан иля саласата ақсам дейді. Және де исім үш түрге бөлінеді дейді. Ва янқасиму және бөлінеді. Исім айдан тағы да бөлінеді. Иля саласата ақсам тағы да үш түрге бөлінеді. Қандай? Муфрад біріншісі жекеше түр. Наху фадилун ва фадила. Мысалы, абзал еркек, абзал әйел деген сияқты. Бір үштікті білдіреді. Мусанна екілік, бізде қазақ тілінде жоқ бұл екілік деген. Мысалы, фадилани екі, абзал еркек. Фадилайни екі абзал еркек дегенді білдіреді. Фадилатани екі абзал еркек, әйел. Фадилатайни екі абзал әйел. Яғни екілікті білдірген кезде не қосылады екен? Ани немесе айни деген қосылады екен. Не үшін кейбір кезде ани қосылады, не үшін кейбір кезде айни қосылады дегенде оны кейін өтеміз. Қазір білу керек не? Ани немесе айни қосылса, ол екілікті білдіріп кетеді екен. Жама көпше, мысалы, фадилуна абзал еркектер, фадилина абзал еркектер, фудалаа абзал әйелдер. Яғни, не істейді екен? Көпше түр жасалған кезде әртүрлі болып жасала береді екен. Бұл көпшенің түрлерін кейінгі сабақтарда өтеміз. Қазір бұл жерде тек қана нахуды бастап атқан адамдарға бастапқы түсінік беріп жатыр. Алимта білдің дейді. Анал исма янқасиму иля музаккар муаннас. Сен алдыңғы сабақта исімнің музаккар муаннас еркек әйел тегі деп бөлінетінін білдің дейді. Алимта білдің ана екендігін исма исімнің янқасиму бөлінетінін иля музаккар еркекке және әйелге бөлінетінін білдің дейді. Фа'лам айдун аннаху янқасиму иля дейді. Және де біліп ал, ол мына түрлерге бөлінеді дейді. Фа'лам біліп ал, айдун тағы да біліп ал, аннаху екендігін ол исімнің янқасиму бөлінетінін иля мына түрлерге бөлінеді дейді. Муфрад жекешеге бөлінеді. Ва хуа ма далла ала вахидин. Ол бір нәрсеге сілтеген нәрсе дейді. Ва хуа муфрад деген ма сондай нәрсе, далла сілтеген ала вахид бір нәрсеге. Ау вахида дейді, немесе бір әйелге. Вахид бір еркекке, немесе бір әйелге сілтейді дейді. Мысалы, фадилин бір еркек, фадилатин бір әйел. Муштахидин бір абзал еркек, бір абзал әйел. Муштахид бір ынталы еркек, муштахидатин бір абзал, бір ынталы әйел. Ва мусанна екілік деген ва хуа ма далла ала иснайни ау иснатайни зиядати алиф ва нун ау яи ва нун фи муфрадихи дейді. Мусанна деген муфрадына алиф пен нунды немесе яйды пен нунды қосып екі нәрсеге сілтеген зат дейді. Мысалы, айтып тіке аударсақ, ва хуа мусанна деген ма сондай нәрсе далла сілтеген ала иснайни екілікке ау иснатайни немесе екі еркекке немесе екі әйелге қалай бизиядати алиф ва нун. Нун мен алифті қосу арқылы, ани деген бар еді ғой. Ау яи ва нун немесе яй мен нунды. Айни деген бар ғой. Мысалы, фадилани немесе фадилайни. Фи муфрадихи. Қай жерге муфрадына, мысалы, фадилун деген муфрадқа аниді қосамыз, фадилани деп, немесе айниді қосамыз, фадилайни деп. Муфрадына ани немесе айниді қосу арқылы дейді. Мысалы, жазып қойыпты, фадилани, фадилайни, фадилатани, фадилатайни, муштахидани, муштахидатайни, муштахидани, муштахидатайни дейді. Яғни ани немесе айни деген қосу арқылы екілікке сілтейді екен. Ва жама көпше деген ва хуа ма далла ала аксари мин снайни ау снатайни би тағири фи муфрадихи. Мысалы дейді. Жамақ деген ол екіден көп нәрсеге, екі еркектен немесе екі әйелден көп нәрсеге сілтеген нәрсе қалай муфрадың түрін өзгерту арқылы дейді. Ма сондай нәрсе далла ала аксари мин снайни екіден көп нәрсеге, еркектен. Ау снатайни немесе екі әйелден көп нәрсеге сілтеген нәрсе дейді. Қалай би тағири фи муфрадихи. Муфрадының жекешесінің түрін өзгерту арқылы дейді. Мысалы, фадилуна. Муфрад не? Фадилуна не? Фадилуна деп түрін өзгерттік. Немесе фадилина, немесе фудалаа, немесе фудлаятун деп муфрадының түрін өзгерту арқылы көпшеге сілтейді екенбіз. Енді көпшенің түрлері деген ол келесі сабақта өтеміз, Құдай қаласа.